Ассалаумағалейкум ардақты ағайындар, құрметті СТ Channel әмбебаптық YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Бүгін 27 маусым 2022 жыл. Түскі уақыт сағат тілі 12-ден 38 кетті қазір. Далада плюс 40 градус ыстықты көрсетіп тұр. Сонымен қатар осы ыстық күнге қарамастан біз бүгін өз жұмысымызды бастағалы тұрмыз. Осыдан бір ай бұрын құрттардан құнды қағаз қалай құрауға болады тақырыбында бір видео әзірлеген болатын. Біз жердің құртынан ақша тауып жатқан біздің Түркістан қаласына кәсіпкерлеріміз бар екен. Оңдасын деген бауырымыздың ауласына бар видео әзірлеген болатынбыз. Бұл Калифорниялық шылаушын кәсібі. Осы кәсіппен айналысып жүрген ағайындардың үйіне барып видео түсіріп жатырмыз. Біз СТ Channel әмбебаптық YouTube арнасы әрбір түсірген видеоға жіті қадағалау жасап, оны бақылауға ұстаймыз. Осы бизнес саласында сонымен қатар бір ай уақыт шамасын араға салып, тағы да сол оңдасын бауырымызға жолуға келіп тұрмыз. Бір ай ішінде кәсіп қалай қарай дөңгеленіп жатыр, оның қыр-сыры қандай. Астына осы биогумус туралы мәлімет ақпарат білгілеріңіз келсе, ұялы телефон жазып қалдырамыз. Сол ұялы телефонға байланыс жасап, осы кәсіп туралы, осы биогумус туралы ақпаратты білгілеріңіз келсе, тегін анықтама береді, тегін ақпарат береді. Байланыс жасап білуге болады ағайындар. Ал ендеше біз мінекей келесі оңдасын бауырымыздың ауласына келіп отырмыз. Қазір құрттардың көбейіп жатқан жағдайы бар екен. Сол түсіруге келіп отырмыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Мінекей кәсіп тауылмай жүрген қаншама қандастарымыз бар. Оларға да осы кәсіп сабақ болып, өміріне бір демеу болып жатса, нұр үстіне нұр. Мінекей келе жатырмыз. Ассалаумағалейкум. Оңдасын бар ма екен, оңдасын? Ит жоқ па? Ұялы телефон арқылы байланыс жасап түсіруге тағы да рұқсат алған болатынбыз. Үйіне келіп отырмыз. Шақырып жібересіз ба? Мінекей анасы шақыруға кетті. Қандай, мінекей оңдасын алдында түсірдік қой, бір ай бұрын. Осы біз түсірген видеомызға жіті қадағалау жасаймыз да. Ары қарай не болып жатыр бұл кәсіп, қалай болды деген сияқты көрермендерге түсінікті болсын. Осы өзінің тұрғылықты үйің екен, сізден рұқсат алып түсіруге бел буып отырмыз. Біздің бірінші жайымыз ғой, ең алғаш осы жақтан басталған. Кәсіпті осы үйден бастадыңыздар. Осы бір ай бұрын түсірген видео, ол келесі аула ғой өзінің. Екінші участок. Ол жерде авион көптеу. Нарада қазір 100 квадраттай жерде шылаушын жатыр. 4 түлік малдың қиы ғой. Қидан басталады. Көбейіпті ғой. Астына қассаң үшін шыға өреді ғой. Малдың қиын осындай топыраққа биогумусқа айналдырады. Мынау қойдық болу керек бұл жерде жатқан. 4 түлік малдың қиы үшін. Ассаңыз шығып кете береді көбейіп. Бұл биогумусты ше, мен бір сұрақ болып жатыр. Биогумусына топырақты мыналардан қалай бөліп алады? Бұны андай не қыламыз? Мынау бітеді 3 айда мына жердің бәрі шылаушынға толады да. Қазір мынандай болып тұр ғой. Сосын тағы да 2 ай тұрғызамыз, 5 ай болады. 5 айдан кейін мынандай ящиктерге новыйдан азық, тағы да жаңадан қия келіп салып, мынаның үстіне қойып көтере береміз ғой. Мынаның үстіне примерно 70 ящик кетеді да. Мына шөбін алып, сосын мынаның қайтып үстіне новый ящикін қойып қоямыз да. Новый язық дегенде қи ғой, новыйдан қи саламыз. Уже мынаның ішінде уже шылаушындарға жейтін азық қамағасын ящикке қарай өтеді уже. Өздері амал жасайды ғой, сорттауға. Жаңа азыққа қарай өздері өтеді. Осыны алып,
басқа жайымызға апарып тастай береміз. Екінші сетка бар, қазір жолдан оны көрсетеміз. Кірген жерде сетка тұр ғой. Иә. Бізде огурцы, мама мен папам еккен ғой. Әр түбінде 1 литр биогумустан салынғанда, ол ілініп тұратын огурцы ғой. Сорты бөлек. Сорты басқаша осы. Уже бір айдан асып кетті оны жеп жатқанымызға. Сосын мынау гумин KZ деген өзіміздің отандық өнім. Осыны жапырақтан шашып жатырмыз қазіргі таңда. Сосын аяқтаған бәрі огурцы теплица болған негізі 6 жыл бұрын. Қазір енді осы 2 жыл болды істеп жатқан жоқпыз. Полный түбі жаңағы биогумуспен егіліп, мына гуминмен себіліп жатыр. Осындай уақытта бізде негізі биогумуспен гуминді білмейтін кезімізде сарғаяды тұқымнан бәрі. Сарғайып, қурап кететін тұқым. Күнге сарғайып. Иә, қазір ондай ештеңе жоқ. Пока немен келе жатыр қайтыр. Нормальный результатпен келе жатыр болардың бәрі. Одан кейін мына биогумустың өзі көп адам білмейді. Не деп сұрай береді ғой. Иә. Пайдасы бар. Мен байқағам мына қазір осы биогумус туралы осы әлеуметтік желілерде де көптеген мәселелер қозғалып жатыр ғой, осында жарнама туралы. Бірақ осыны зерттеп жүрген адамдар да жоқ емес екен де, көп екен негізі YouTube'да. Менен де сұрап жатыр, маған да байланыс жасап жатыр. Осыны мен зерттеп жүрім, көңіліме қолымды болса осымен айналсам деген адамдар қаншама. Қалған ақпараттарды түсіндіре берсеңіз. Мына талдардың түбіне биыл салынды. Осы мен өзі 1 жылдың төңірегі болғаннан кейін осы биыл салды. Негізі тал слабый болса биогумус берудің қажеті жоқ негізі. Майстыр жібереді екен бар ғой. Жемісі көп болғаннан кейін майстыр тұр ғой. Өзінің ана несінен асырып жібереді да, нормасынан асырып. Жемістер одан кейін нитрат ештеңке жоқ қой, селитра жоқ, құр табиғи болғаннан кейін. Мынау енді соңғы өрік талымыз ғой үйдегі. Өріктерді соңғысы. Көрермендер, мына өздеріңіз көріп отқандай, мына бұл кісі Оңдасын деген бауырымыз болады. Осы биогумусты шылаушын, калифорниялық шылаушынмен биогумус өндіріп, осы ауласында эксперимент жасап жатқан міне жағдайы бар екен. Міне бір өрікке жасапты міне эксперимент. Өзі ауласына міне қияр қызанақ еккен екен. Соның нәтижесін көрейін деп, біз де куә болайын деп келіп отырмыз міне ауласына. Мына өрік талға биогумустан түбіне салынған, жемісін көп беріп, мінекей бұтақтары майысып жатқан көріністің куәсі болып отырмыз. Оңдасын, мына 1 ай бұрын біз түсіріп кеткен болармыз сіздің кәсібіңізді, басқа аулаңызда осы биогумус туралы қысқаша көрермендерге ақпарат бере кеттік. Бізге де байланыс жасап, осы биогумус туралы тағы да материал түсіріңізші дегеннен кейін тағы да келіп сіздің кәсібіңізді зерттеуге бүгін міне уақытымыз туындап келіп отқан жағдайымыз бар, рұқсат сұрап. Сол түсірілім жасағаннан кейінгі оқиғаларды айтып берсеңіз, қандай сізде өзгерістер болды, қандай адамдар байланысты деген сияқты бір. Ол сіз түсіргеннен кейін менің жалпы негізі осы Қазақстанның түкпір-түкпіріне жіберіп жатырмыз. Сіздің түсіргеніңізден мен Ақтөбеге жібердім, Қарабұтақ. Ақтөбеде Қарабұтақ деген жерге жібердім. Атырауға жіберіп жатырмын. Өзіміздің Шымкент, Шұбар су алып жатыр. Осы Қызылорда, осы өзіміздің Түркістан облысынан да келіп алып кетіп жатыр жалпы. Тапсырыстар күшейді дейсіз ғой, видеодан. Тапсырыстар күшейіп жатыр, иә. Халыққа кеңінен тарағаннан кейін сұраныста артып жатыр да. Бұл жерде бізде ең алғашқы осы Калифорния Қызыл Саусында ең алғаш бастаған жерім өзім тұратын үйім ғой. Осы жерден басталған негізі. Осы жерді көбейттік та, одан кейін өткенде түсіріп кеткен жайы, ол екінші учаскеміз. О жақта да бар. Қазіргі таңда үйдің өзінде бір 100 квадраттай жерде қазірде шылаушым бар, Калифорния Қызыл Саусым бар. Арғы екінші учаскемізде 200-ден асып кетті уже. Негізі бұл кәсіпті қанша теңгемен бастадыңыз? Мен ең алғаш 30 мың бір салдым да. Сол 2 айдың көлемінде тағы да 150 мың салып, осы 180 мың теңгемен басталып кеткен. 180 мыңнен басталды. Қалған қазір қанша теңгелік шылаушым бар сізде қазір? Қазір 300 квадраттай жерде шылаушым бар ғой жалпы. Енді оны сататын болсаңыз, немесе осы айналымдағы ақшаны көрермендерге қызықтыру үшін айтып жатырмыз. Қанша қазір? 180 мың. Басында 180 мың ақша құйдыңыз. Ал енді қазір қанша жыл болды айналысып жүргеніңізге? Уже 1 жыл болып қалды. 1 жыл төңірегінде. Енді айналымыңызда қанша теңге ақша бар?
Енді әр квадратын 120 мыңнан ақ есептеңіз, 300 квадратты. Оны калькуляторға салып та есептемеді негізі. Иә, мен видео барысында қазір видеоның астына жазып қалдырамыз. Негізі бұның басты мақсаты шылаушыны сату емес, негізгі мақсат биогумус өндіру. Биогумус өндіру. Құнарлы топырақ өндіру ғой мақсатында. Оны жаңағы сала салып байып кеттім деген нәрсе болмайды. Бұған еңбек ету керек. Мына үйдегі әкем мен шешем қарайды негізі основной. Шылаушындардың бәріне сол кісілер қарайды. Жаңа сіз келем дегенше су беріп қойып қой. Осы аяқтағы екінші учаскеде де папам қарайды. Жалпы Калифорния шылаушының мақсаты осы биогумус топырағын өндіру. Сіз екі жақтан да табыстап жатсыз қазір. Екі жақтан. Тағы бір сұрақ туындап отыр. Жалпы осы биогумустың мақсаты не? Осы туралы жауап берсеңіз. Мақсаты табиғи өнім жоқ. Ешқандай химикат, селитра, тағы басқа бір химикаттар бермей, үйдегі жеміс талдыңызға, помидорға, огурцыға, жаңағы жеміс-жидекке жеміс-жидектерден табиғи өнім алу. Табиғи өнім алу. Енді биогумус қандай қызмет атқарады осы талдарға, осы өсімдіктерге ылғалдық сақтай ма немесе витаминдер бере ма деген сияқты? Жоқ, сол мысалға талға деп алайыншы, осы биогумус салатын болсаңыз, өзіне керекті витаминді сол биогумустан алып отырады. Витамин береді. Қара жердегі жоқ витаминді сол биогумустан алады. Бізде қазіргі таңда сол биогумустың өзі де бар, шылаушынымызда бар. Сосын жаңағы Гумин KZ. Гумин KZ. Осы тапсырыс бере алады, иә? Иә, осылар өзімізде бар қазіргі таңда. Наны жаңағы жапырақтан сеуіп берсек те болады, или тамырына су арқылы берсек те болады. Сосын құрғақ биогумус бар. Одан кейін Калифорния қызыл шылаушын қазіргі таңда. Биогумус өндіретін шылаушын. Өндіретін біздің рабочийларымыз олар. Биогумус өндіріп жатқан рабочийлар былайша айтқан кезде. Иә, міне көрермендер, көрдіңіздер, Калифорния шылаушынға тапсырыс берем десеңіздер, немесе осы Калифорния шылаушынан өндірілген биогумусқа тапсырыс берем десеңіздер, ол биогумустың құрғағы да және осындай жел ішіндегі сұйық түрлері де бар екен. Тапсырыс берсеңіздер болады, мына телефонды айтып берсеңіздер көрермендерге. 8702 570 92 13. 92 13 ұялы телефонында хабарласуға болады. Қазақстан өлкесінің түкпір жерлеріне тапсырыс жасай аласыздар ағайындар. Тапсырыс берсеңіздер жеткізілу қызметтері де қарастырылған. Көрермендер, осы биогумус топырағы мен Калифорния шылаушының айналасында бұл кісі де балықшыларға арнап шылаушынды сатады екен. Әр желіге топырағымен салып қояды екен. Қазір сұраймыз, бір желіде қанша шылаушын бар қазір? Бір желіде 70-80 штукта болады, примерно. Желі стақанында 70-80. Үлкен кішілігіне разница бар ғой. Осы бір стаканы 500 теңгеден, қазіргі таңда жаңағы күн ыстығына байланысты көп балықшылар балыққа шығып жатады ғой. Өз балық сүйер қауым. Сол кісілерге арнап, осындай стакандарға дайындап қойғанбыз. Келіп, үйден келіп алып кете береді. Бұны әкеліп жатқан адамдар да көп қой. Иә, любительский деме дейді. Қызығушылығы бар, балықшылар алып кетеді ғой астында. Көрермендер, осы Түркістан айналасында балыққа шығып жатсаңыздар, осы оңдасын бауырымыздың ұялы телефон видеоның астына жаңа қайталап жазып қалдырамыз. Байланыс жасап, мінекей шылаушын алып, балыққа шықсаңыз болады. Демалысыңыз сәтті өткізуге мінекей көмектеседі. Бір желі стақан ішінде 70-80 дана шылаушын бар екен, 5 теңге сатылып, сатылып 5 теңге. Телефон номеріміз 8702 570 92 13, Қылаузауыт районында. Қылаузауыт районында. Көрермендер, мінекей сіздердің сұраныстарыңыз бойынша осы биогумустың айналасында видео әзірлеп түсірдік. Қызығушылықтарыңыз артып жатса, жаңағы ұялы телефонға байланыс жасауға болады. Биогумус дегеніміз не? Осы сұрақтың жауабын біз сіздерге бердік деп ойлаймыз. Мінекей бұл кәсіп түріне көптеген қызығушылық танып жатқан арамызда ағайындарымыз көптеп бізге сұрақтар қойып жатыр. Осы туралы материал әзірлеңізші, түсіріңізші дегеннен кейін оңдасын бауырымызға келіп сіздер үшін видео әзірлеп жатқан жағдайымыз бар. Биогумус бұл Калифорния шылаушынан өндіретін құнарлы топырақ, құнарлы өсімдіктерге беретін дәрумен. Мына бір аппарат, қандай аппарат? Биогумус өндіреді. Осымен елейміз ғой биогумус. Топырақты салып, айналдырып
Жаңа биогумус осыны аласыздар ғой, шлаушынан Иә, ретте. жаңағы яшікте тұрады ғой, жаңа Иә, айттым. Яшікте болады, сол яшікке шлаушындар өтеді. Сол қалған топырағын осы ситаға салып, айналдырып, астынан таза биогумус түседі. Мына бетіне шлаушындармен жаңағы желінбей қалған азықтар дәу-дәу гүңдер осы бетінен түсе береді. Астынан таза биогумус түсе береді. Сетка ғой. Міне көрермендер, оңдасын бауырымыздың үйінен шығып бара жатырмыз. Біз өзіміздің ойымыздағы материалдарды түсіріп деп ойлаймыз. Осы биогумус туралы айналасында, Калифорния шлаушыларының айналасында сұрақтарыңыз болса, біздің видеомыздың пікір алаңына сұрақтарыңызды қойып, жауаптарыңызды алуға болады. Ал ендеше біз өз жұмысымызды осымен тамамдаймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Әрқашанда еліміз аман, халқымыз тыныш болсын.